Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Қапал кәсіптік техникалық колледжінің өндіріс шебері Тілеулина Ардақ Жанатовна. Қасымдағы әріптесім Қали Айгерім. Бүгінгі мастер-классымның тақырыбы салқын тағамдар мен басқалар дайындау. Мен оның ішінде 3 түске басар сіздерге көрсетеміз. Ең бірінші салқын тағамның аты бауырдан орама. Екіншісі ірімшіктен жасалған себет, және үшінші тіске басар майшабақ қосылған тіске басар. Ал бірінші жасайтын салқын тағамымыз ол бауырдан орама. Бұған керекті заттар 500 грамм бауыр, саумалдық, лимон, сүзбелі ірімшік, жаңағы жұмыртқаның ағы сарысы, сұйық май кетеді, одан кейін қант және ұн қосылады. Ал енді алдымен біз саумалдықты блендерден өткізіп аламыз. Оған лимонның сығындысын нетеміз. Лимон сығындысын сығамыз. Біз мына саумалдыққа 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Одан сұйық май қосамыз. 1 столовый ложка. Одан 1 чай қасықпен қант қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Оған 40 грамм ұн қосамыз. Жұмыртқаның ақ уызын блендерден взбивать етіп аламыз. Енді саумалдық пен жұмыртқаның ағын араластырамыз. Ал енді пергаментқа саумалдық массамызды құямыз. 80 градуста 10-15 минут пісіреміз. Біз жаңағы саумалды орамамызды духовкаға салып қойдық 10-15 минутқа. Ал енді келесі біз оның салмасын дайындаймыз. Ол үшін 4 столовый қасықпен ірімшікті сүзбені қосамыз. Енді бауыр мен ірімшікті сүзбені жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді біздің саумалды орамамыз дайын. Оның үстіне бауырдан әзірленген салмамызды үстіне жағамыз. Ал енді екінші жасалатын тіске басарымыз ол ірімшіктен жасалған себет. Оған керекті азық-түлік 2 дана қияр, 6 жұмыртқа, қызыл балық және помидор. Одан кейін ең маңыздысы бізге бұл жерге ірімшік керек. Бұл ірімшік российский ірімшік. Осы ірімшіктен біз қазір себет жасаймыз. Ал үккіштен өткізіп аламыз. Ал енді үгітілген ірімшікті ыстық табаға саламыз. Дайын болған ірімшікті стақанға бүйтіп төңкереміз. Төңкеріп, қолмен ақырындап басамыз. Міне мына ірімшіктен себеттер дайын болды. Ірімшікті себет. Енді осы себеттердің ішіне біз қияр, жұмыртқа және қызыл балықты турап алып, міне дайын араластырып қойдық. Енді себеттерді осы салатпен салып толтырамыз. Міне енді ірімшікті себетіміз дайын болды. Келесі дайындалатын тіске басарымыз ол майшабақ қосылған тіске басар. Керекті азық-түлік қара нан, майшабақ және аскөк қосылған. Қара нанды алып, дайын болған
Массаны жағамыз. Келесі үстіне майшабақты осылай әдемілеп қоямыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі мастер-классым осымен аяқталды. Міне мен сіздерге 3 түрлі суықтаған тіске басар сіздерге дайындадым.